Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 16 мамыр 2024 жыл. Енді қазір есім Нақып Бақытжан. Қазір қазақ тілінде қолдап, осы қазақ тілі мәселесімен жүргендіктен өзіміздің үйімізде осындай бір қызық жағдайға тап болдым. Осыны мен фиксация жасап, яғни тіркеп, осыны видеоға түсіріп, бұл нәрсені бір дұрыстап қойын деген ой келді. Сол үшін түсіріп жатырмын. Мына жерде байқасаңыздар, соль, приправа деп тұр, қарасаңыздар. Фасоль, перец, сахар. Мына жерде чай деп тұр, мына біреуінде чай. Енді осы мәселені мен алдағы уақытта өзгертіп, дұрыстап нәтижесі салатын боламын. Себебі бұл нәрсені ертең балдарымыз көріп өседі, көзбен көріп, бұл нәрсені қазақшалап қойып, ертең балдарымыздың, осы ұрпағымыздың мәселесін дұрыстап қарасақ, көңіл бөлсек осыған. Ертең ұрпағымыз, балдарымыз осыны қазақ тілінде үйренсе, қазақ тілінде сөйлесе, одан кейін немерелеріміз болады. Сол немерелерімізге дейін қазақ тілін қолдап, қазақ тілінде үйренсек, осыны мынаны аудармасын немесе осыны нақты сөздің өзін өзгертіп қоятын боламын. Сосын нәтижесін тағы да салатын боламын. Бүгін 16 мамыр 2024 жыл. Шымкент қаласы. Есім Нақып Бақытжан. Назарларыңызға рахмет. Әрбіріміз осылай үйімізде көңіл бөлейік. Балдарымыз осындай қазақ тіліне көңіл бөліп, қазақ тілін жанашыр болып өссін. Рахмет назарларыңызға.